Өмірді қалай тез арада өзгертуге болады? Құрметті менің YouTube каналындағы оқырмандарым, мен бүгін сіздерге керемет бір подкастпен бөліскім келіп отыр. Яғни біз өмірімізді тез арада өзгерткіміз келеді. Біздің көп жағдайда сүріп жатқан өміріміз өзімізге көп кедергі алып келіп жатады. Неге десеңіз, бұның барлығы бізде белгілі бір программа бар. Белгілі бір жаңағы көзқарастар бар. Осы көзқарастар бізге жұмыс жасағандықтан біз соның өмірін былайша айтқан кезде қазір сүріп жатырмыз. Сол көзқарастар, сол программалардың желісін біз қазір өмірімізде сүріп жатқан болуымыз әбден мүмкін. Ал енді қазіргі неге ондай нәрсені десеңіз, қазіргі таңда мысалға біз именно қазақ елімізде кредитке кіріп жатқан, жаңағы қарызға кіріп жатқан, немесе кредитін төлей алмай жатқан деген секілді қаншама өзіміздің қазақ қандастарымыз өте көп. Бұның барлығы көп жағдайда осы көзқарастардың, осы бағдарламалардың біздің миымызда жазылып кеткен, соған тікелей қатысты. Орысша айтқан кезде установка дейміз ғой, осы көзқарас. Енді қараңыз, бұл көзқарастарды қалай тез арада өзгертуге болады? Енді мен сіздерге осыны айтпас бұрын менің YouTube каналыма жазылып қойыңыздар міндетті түрде. Осындай пайдалы ақпараттар, былайша айтқан кезінде ақшаға сатып алатындай ақпараттарды мен үнемі бөлісіп отырамын. Сондықтан да міндетті түрде парақшама тіркеліп алыңыздар. Енді қараңыз, бізде мынандай, біздің түп санамызда бізде нақты балалық шақтан жазылған нақты бағдарлама бар. Осы бағдарлама, программа дейік, осы жаңағы көзқарас дейік, осылар біздің қазіргі сүріп жатқан өмірімізді былайша айтқан кезінде соның желісімен өмір сүріп жатырмыз. Мысалға айталық, мен бүгін бір қызбен жұмыс жасадым. Ол қызда мынандай жағдай болды. Ол қыз не жасаса да, қандай жұмысты алып жасаса да, қандай іспен айналысса да, неге екені белгісіз болды оған, бірақ ол өзі үнемі минуста болады, немесе тапқан ақшасы тек қана өзінің шығындарына ғана жетеді. Ал плюске шығу өте қиын болды. Ол талай уақыттан бері қиналып жүрген екен. Оның талай нәрсемен айналысқан. Сонда ол қыздың маған бір айтқан сөзі мынандай болды. Ел мына жерден ақша тауып жатыр деген жерге мен барсам, ол жерде ақша болмайды. Мен таба алмай кеткен жерден ел келіп ақша таба алады деген өзінің сондай бір пікірін естіген кезінде таң қалдым. Шындығында да ол қызда бір установка бар. Ол установканы қалай табамыз? Біз соны, міне бағана басында айттым ғой мен, біздің өмірімізді тез арада өзгертетін нәрсе бар. Бұл бізде терапия, немесе проработка дейді орысша, немесе жаңағы біз оны тағы да жеңілірек түрін разбор деп айтамыз. Енді осылармен қалай біз жұмыс жасап, ол қызға көмектесе алдық. Бір қызығы, жаңағы келіншек мысалға да сөйлесу барысында біз түсіндік, ол қыз сөйлесу емес, ол даже терапия барысында түсіндік, бұл состояниеге түсуінің белгілі бір программасы бар екен, белгілі бір ұстаным бар екен. Ал ол ұстаным қандай десеңіз, ол қыз осыдан 6 жыл бұрын бір жерде жап-жақсы жұмыс жасап жатқан, сол жасап жатқан жерінден жап-жақсы табыста көріп жатқан сол кезде оның күйеуі жаңағы квартираның ақшасын төлеу керексің деп, ол үшін ақшасының біраз бөлігін ай сайын алып отырған екен. Бірақ сол нәрсе ол қызға ұнамаған ғой. Бір қызығы, ол қызға ұнамаған. И сол ұнамағаннан кейін не болды осы жерде? Осы жерде бізде мына эмоциональный осындай бір күйге түскен кезімізде біз травма аламыз. Сондай бір эмоциональный күйде ол қыз не істеген? Мынандай травмаға, мен ақша табатын болсам, күйеуім менен алып алады деген не кетті? Яғни ұстаным кетті осы кезде. Осы ұстаным бұдан былай ол қыздың мысалы сол жұмыстан да айырылып қалған, одан кейін жасаған жұмыстарын қайсымен болса да, қандай жұмыспен жасаса да, бір мардымсыз тапқан ақшасы тек қана шығынға ғана жетіп отырғанда. И сонда не істеп тұр? Бізде түп сана бізді басқарады дедім. Яғни ол қызда түп санада мынандай ұстаным бар. Ол ұстаным мынандай: мен ақша тапсам, күйеуім менен тартып алады. Лучше ол еще тартып алады. Дәл осы ұстаным оған қауіп болып тұр. Қауіп, оған ұнамайды. Ол сол күйге түскенді қаламайды.
И одан кейін осы жерде біздің түп санамыз бізді барынша ақшаны молырақ таппауға бар несін жасайды. Жаңа айтты ғой басында, мынандай сөзін айттым ғой, не деп, мен ел тауып жатқан жерге барсам да таба алмаймын, мен таба алмай кеткен жерден ел келсе ақша табады деп өйстіп айтты ғой. Яғни осы жерде түп сана өте керемет қызмет атқарып тұр. Неге? Себебі түп санада қауіп бар. Мен егерде ақша тапсам, оны күйеуім тартып алады, ал маған ұнамайды. Міне, осы түп санадағы осы көзқарас керемет жұмыс жасап тұр. Сол жұмыс жасап тұрған кезде ол сол ұстаным түп санада бар кезде деп айтайыншы, бар кезде ол қанша жерге барып, қанша нәрсе жасаса да, елдер миллиондап тауып жатқан жерге ол қыз барып жасаса да, ол жерден мардымсыз ғана ақша табады, ол тек қана шығынын ғана жабады да, көрдіңіз ба? Яғни бұл жерде не істеу керек? Осы тапқан ұстанымды, программаны ауыстыру керек. Біз оны мидан жұлып алып тастай алмаймыз, өйткені ол миға бір кездері кәдімгідей ұстаным болып ол қалыптасты, ол орналасты, ол былайша айтқан кезінде жаңағы топыраққа дән түсіп, дән өсіп шығып, жемісін беріп жатқандай да. Ол сондай уже жағдайға жеткен нәрсе да. Біз оны түп тамырымен жұлып ала алмаймыз, бірақ есесіне біз дәл сол оқиға өзгерген жоқ, сол оқиға бар оның өмірінде, ол оқиға міне түп тамырымен жұлып алып сол оқиғаны жоқ қылып жіберу да. Біз ол өмірде болған нәрсені жоқ қыла алмаймыз. Оқиға болды, ол өткен өмірінде. Не істейміз? Сол оқиғадағы, оның сол кездегі ойын өзгертеміз. Яғни уже одан бері 6 жыл уақыт өтіпті. 6 жылдан бері енді біраз ақпараттар жинап алды. Яғни соны миға түсіндіру бұл жерде. Миға түсіндіру. Яғни бұл жерде біз не түсіндірдік? То есть қандай жаңа программа, жаңа көзқарас таптық. Мынандай да, ол қыздан мен сұрадым, жалпы сен қанша ақша таба алам деп ойлайсың дедім. Сөйтіп едім, ол қыз айтты, мен 1 миллион теңгедей көлемде ақша таба алатындай миым сенеді деді. Ал енді 1 миллион то есть 1 миллион теңге ақша таптың. Оның қанша бөлігін сен күйеуіңе беруге дайынсың деп едім. Ол қыз уже өзі осознанно 50%-на дейін беруге дайынмын деді. Жақсы, сосын келісіп алдық. Сен жарайды 1 миллион тапқанға дейін ғана, 1 миллион тапқан кезде ғана бересің ба, жоқ әлде оған дейін де не істей аласың ба деген. Оған дейін де мен бөлісе алам деді. В общем, содан біз не істедік? Жаңа программа орналастырдық. Ол программа кәдімгідей ол қыздың бағанағы түп санадағы мен ақша тапсам күйеуім тартып алады деген қауіпті қауіпсіз. Мен ақша тапсам, күйеуім тартып алмаса да, мен өзім тапқан табысының 50%-ын бере аламын. Ол сұраса, оған қажет болып жатса, көмек ретінде бере аламын. Не істеді? Яғни бағанағы бастапқыда тұрған қауіп уже қауіпсіз деген жағдайға жетті. Дәл сол оқиға бар өмірінде, дәл сол жаңағы жағдай, күй бар. Бірақ біз не істедік? Сол кездегі өзіне ұнамайтын күйді қалыпты күйге ауыстыра алдық. Ұнамайтын анау жаңағы раздражение алып, қойшы, мен оны не істесем, мен күйеуіме бергім келмейді, жаңағы маған ұнамайды ол, оның тартылатын ұнамайды деген сол кездегі күйін не істедік біз? Өзгерттік. Яғни міне осындай әрекеттер арқылы адамның өмірі жаңағы тез арада өзгереді. Бұның яғни бұл осындай әрекеттер біз терапия жасап та және разбор жасап та жете аламыз Алланың қалауымен. Көрдіңіз ба? Яғни біз не істедік? Оның осы уақытқа, ол қыздың осы 6 жылға дейінгі осындай жаңағы неде жүрген, осындай көзқараста жүрген көзқарасты енді ауыстыр. Ол уже миына құйып алып кетті. Неғылды? Үнемі айтып жүретін сөзі болды. Өйткені оның басындағы бағанағы ақша тапсам күйеуім тартып алады деген қауіп еді. Ал енді ақша тапсам да, мен ақшамдың күйеуім тартып
алмайды. Мен керісінше өзім ұсынамын. Қажет болса беремін, көмегім қажет болса беремін. Мен 50%-на дейін мен оған бере аламын деген нәрсені ол уже миы, оказывается, бұл қауіп емес екен. Шындығында да бұл қауіп емес екен деген ой түйе алды. Көрдіңіз ба? Яғни осындай ой түйілді ма, бітті. Енді оның өмірінде уже ақша тауып жатса да қауіп жоқ. Міне, сіздің өміріңізді осылай 1 сағат, 1,5 сағат аралығында осындай терапиялар жасау арқылы өзгерте аламыз Алланың қалауымен. Не істедік? Біз тек қана қазіргі болып жатқан оқиғаға себеп оқиғаны таптық. Сол себеп оқиғадағы оның көзқарасын таптық. Сол көзқарасты сол түпсана деңгейінде ауыстырдық. Міне, енді ол ауысқан күйі миға, яғни ол жерде қауіпсіз деген оймен кетті. Енді ол үнемі өзіне айтып жүру арқылы ақша таба алады, және тапқан ақшасын өзі жаңағындай ешқандай қауіпсіз бөлісе алады. Міне, көрдіңіз ба? Яғни біздегі осындай программалар біздің өмір сүруімізге көп кедергі жасайды. Егер де ол қыз маған келіп осындай проработканы жасамайтын болса, осындай разбор, терапия жақсы, осындай нәрсені өтпеген болса, ол қыз 6 жыл бойы осы программамен жүріп қиналды ма? Яғни ол осы программа өзгермейінше әлі неше жыл өмір сүреді. Яғни программаны өзгертпейінше ол дәл осы күймен жүре береді. Яғни 6 жылдың ішінде ертең жақсы болатын шығар деп жүрген шығар ол қыз, жарайды, бүгін осындай болса, ертең жақсы болатын шығар деп ертеңге үміт артқан шығар. Бірақ оны сөйтіп жүрген кезде 6 жыл өтіп кетті, ол өзгерген ештеңесі болмаған. Көрдіңіз ба? Яғни осылай жүре бермей-ақ біз өмірімізді былайша айтқан кезінде 1-1,5 сағат жұмыс жасау арқылы өзгерте аламыз Алланың қалауымен. Қыздар, қазір менде керемет акция жүріп жатыр. Мен қазір бүгін мысалға 17-сінен 23 қараша аралығында менде акция. Яғни менің осы проработка, терапия немесе және разбор, осы 2 жеке қабылдаумен жасалатын жұмысымды 40% жеңілдікпен шығарып қойдым. Қазір үлгеріп қалыңыздар. Егер де сіз ақшамен мәселе болып жүрген болсаңыз, сізге как раз дәл қазір дәл сізге берілген өте күшті мүмкіндік. Сондықтан да осы мүмкіндікті пайдаланып қалыңыз. 40% жеңілдікпен маған жазылып, осылай жаңағы неден өтіп алыңыз. Терапия болсын, разбор болсын, соған өтіп алыңыз. Бұл өте күшті мүмкіндік. Және айтатыным, бұл мен ақшаға қатысты бір кейсті ғана айттым, бір мысалды ғана айттым. Бірақ сіздің өміріңізде ақшаға ғана емес, сіздің өміріңізде қарым-қатынасқа қатысты мәселе бар шығар, денсаулыққа қатысты мәселе бар шығар, немесе осылай ақшаға қатысты. Қандай мәселе болмасын, біз осындай жұмысты дәл осылай жеңілдікпен жасай аламыз. Сондықтан да міндетті түрде мен қазір осы видеоның астына өзімнің WhatsApp номеріме сілтемені жүктеп қоямын. Сол жерге өтіп, маған терапияға қажет болса, терапия деп жазыңыз, разбор қажет болса, разбор деп жазыңыз. Екеуі де 40% жеңілдікпен болып жатыр. Ал жақсы, келесі сабақтарда кездескенше.